Сен емне жетісіп ақыл айтып отырсың, қалауымның арқасында көтерілдің. Иә, қалауымның арқасында көтерілдім. Бүгін тағы қымызхан бауырларымды көрдім. Қымыз іштік дейді. Тілдерін шайнап әрең тұр. Қымызхананың түйгесіне кірсем айтады, мыналар сдавать етеді дейді. Трец деген тегін психолог болыпты ғой. Негізі ұлтыңыз қазақ қой, иә? Мынандай комплиментті естімеппін. Сонда сіз күйеуіңізбен қалауымда программа передачада таныстыңыз, иә? Жоқ, әлі сценариймен өмір сүріп келе жатыр екен. Балалары да сценарий бойынша туылды ғой. Бір шешімге келеміз ба, сосын мен Әлбекке папаңа мамаңа айт бар. Айт, ал айтпайды. Мама жақ сіздің бағдарламаңыз сүйіп көре ма? Біздің Камила ғой, папа жақ. Басқа жаққа ауыстырып жүрмін. Сосын менің өмірімде Әлбек пайда болды. Привет дедім ма? Қате жазатын адамдар караокеда қатты қиналатын сияқты. Алғашқы қадам бастан блогерларға айтты ғой, сендер кетіңдер бұл жерден. Қол шапалақтарыңыз. Қош келдіңіздер. Трецстан YouTube жобасы. Достар, бүгін бізде ерекше қонақ. Миссис Казахстан 2026 тележүргізуші. Және де сүйікті жар деп бұл кісіні мақтап қояйық. Камила ханым, құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар, достар. Қанекей. Юсупова Камила. Қошеметтеріңізді қатырақ білдіріп қойыңыздар. Пожалуйста. Кімнің әйелі? Әлбектің әйелі. Сұп-сұлу, көрікті. Ең әдемі тележүргізушісі десек те артық айтпаймыз. Міне. Қош келдіңіз, ол болатын шығар. Приятно. Мақтай береміз. Пока отырмайынша мақтай береміз, до конца мақтай береміз. Прикинь, тұрып жүргізсек та осы до конца. Қош келдіңіз. Отырайық. Ал, жайғасайық. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өздеріңізде. Жақсы, күшті көңіл күй. Өмірде кәдімгідей әдемі екенсіз телеэкраннан қарағанда. Шын айтамын. Бұл оскорблемент болды ма, не болды? Жоқ, экранда мысалы мүмкін жаңағыдай басқаша көрсететін шығар, бірақ өмірде мүлдем басқаша, ерекше әдемі екенсіз. Негізі айтады ғой да, қыз баладан комплимент естіген вообще круто деп, иә? Сол рас па? Жиі комплимент естейсіз ба? Жоқ, қыз-қызға айтса күшті дейді да. Өмірде көрген адамдардың 100-100 осылай айтады. Яғни өмірде әдемірексің деп. Бәлкім камерамен ұнатпайды ма, білмеймін енді. Жоқ, ұнатамын мен камерамен. Жоқ, камера мені бәлкім ұнатпайды. Яғни камера өзі де таңдайды ғой адамдарды. Біреу жаңағы суретке жақсы түседі, біреу камераға деген сияқты. Білмеймін енді. Негізі ұлтыңыз қазақ қой, иә? Иә, қазақ. Бірақ басқа ұлт өкіліне ұқсайсыз кәдімгідей. Ұқсап жатыр ма солай? Үнемі кішкентай кезінен бастап. Мен Мексиканка. жоқ, үнді қыздар болады ғой енді, актриса үнді қыздар, Айшвария Рай деген сияқты. Соның типажына мынандай комплиментті естімеймін. Жоқ, ойламаңдар андай бір жеріне кіріп отыр деп. Маған кажется, больше Иранның қыздарына ұқсайтын сияқты. Ол да бар, иә. Қатты мақтап атқан жоқпыз ба? Жоқ, енді барды бар деп айту керек қой. Мақтайтын передача болып кеткен жоқпыз ба? Жоқ, енді При Нұротане передача болып кеткен жоқпыз ба? Жалаулым болып кеткен жоқпыз ба? жоқ, мен өзім шын жүрегімнен айтып жатырмын, жігіттер, олай артық ойламаңдар. Негізі әдемі қызды көрсем, мә, қандай әдемісің, қандай кереметсің деп мен айтамын, иә. Ондайға жмот емеспін, шыны керек. Валлахи деші. Валлахи. Шүкір. Дұрыс. Сол енді Трецстан қандай жоба екенін айтып кет енді. Трецстан жобасы, Трецстағы әртүрлі бұтақтарды талқылайтын боламыз. Қазіргі таңда сіз Трецста отырмайсыз. Көптеген блогерлар отырмайды, білеміз. Оның себебін де білеміз. Бірақ қойғам жаңа ғана сыртта. Сізде қандай себеп? Енді Трец ашылғалы жаңағы алғашқы қадам бастан блогерларға айтты ғой, сендер кетіңдер бұл жерден, бұл біздің халықтың әлеуметтік желісі деп. Жоқ, мен кіргенде жоқпын, жаңа жолдасым кірді. Сосын қуып жіберді ма, білмеймін енді. Мен ойладым, мен бармай қойын деп. Есігін құлттап шығып кетті десекші. сен кіре алмаған жерге біз қалай кіреміз дедің ба? Иә. Дұрыс. Ендеше бастайық, әртүрлі тақырыптары қозғалады, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңіз. Менің ойымша, халыққа сіздің ойыңыз қызықты болар. Ал кеттік, бастайық. Бұл Трецстан. Қайратқа қарап отырған. Бізде ең үлкен Қайрат. Неге всегда мен бастаймын? Үлкенсің ғой енді. Менің есімім Қайрат. Сексуальный голос. Иә, менің даусым осындай өзі. Сіз мені танымайтын шығарсыз, мен де сізді танымаймын. Жоқ, мен
Айдай ханыммен болған жаңағы Выпускта ма? подкасттарыңызды көрдім. Сол кезде мен сізді ауырып отыр екен деп ойлағам. Әлі ауыр жұмсың. Әлі маған комментарияда ютубта жаман жазады ғой адамдар. Мынаның даусына не болған, мынаның даусын. Сол что-то сөйлесу керек сияқты сол адамдармен, білмеймін, обращение жасап па. Сосын сөйлесем. Ладно, давай баста оқи берейін, да? Сіз қымыз ішесіз ба? Иә, әрине. Ал андай мас қылатын қымыз ішесіз ба? Ішіп көргенбіз. Ішіп көргенсіз, да? А жолдасыңыз қалай, көп іше ма? Ондай. Қазір просто модно болып кетті ғой, бәрі ішеді. Біз енді осыдан бір 2 жыл бұрын ол қымыздар енді пайда болған кезде ешқандай сомнение болған жоқ та оның тазалығында. Сосын іштік, иә, бірақ ішіне бірдеңе қосылған сияқты мүмкін емес деп қоямыз. Бір тойға барған кезде, достарымыздың тойына барған кезде, осылай бір бокал жаңағы welcome drink сияқты берді қымыздан. Соны ішіп алдым. Ұнады, сосын тағы бір бокал іштім. Сонымен тойдың гүлі болдым ана жерде. Өмір тойда өйтіп ішіп жүріп көрмеген. Сосын деген ана бір қыздар айтады, Камила ханым, сіз ішіп алғансыз ба деп, мен айтамын, қайдағы ішіп алған, но видимо там я отжигала. Ешқандай деген бір адам жазған екен да. Бүгін тағы қымызхан бауырларымды көрдім. Қымыз іштік дейді. Тілдердің шайына бәрең тұр. Әңгімелері ана бірін жақсы береді, мынау қатты соғады дейді. Түпкі мақсаты мас болу болса, сыра дұрыс сияқты. Сүтті қалай ішесің? 2-3 литрлеп дейді. Өз-өзімізді алдап жүрген жоқпыз ба? Иә. Лучше сразу пиво ішпедік па дейді да. Жоқ, андай намазхандардың шығарып жүрген сияқты ол. Сондай дін жолында жүрген ше. Сондай адамдар танимын негізі. Қолыммен көрсетпей ақ қояйын десе. Кімді ермекті айтып жатсыздар ма? Ермекті айтып жатсыздар ма? Жоқ, вообще көп қой ондай. Да. Қымыз Жоқ, ермекті айтып жатқан жоқпыз біздер. Ермекті айтып жатқан жоқпыз. Сіз сондай ма едіңіз? жоқ, енді дәл сондай деп андай. Бүгін ермек мен үшін мүлдем басқа адам болып көзіме көрінді. Бүгін ондай емеспін, кеше сондай болды. Жоқ. Басқа жағынан ашылып отыр ма сізге? Жоқ, жалпы енді оны сондай деген ол қандай ол? Сендер ана жаққа барып тұрған жоқсыңдар ма мені? Жоқ, енді айтайық, арақ Жоқ, қосатын қымыз. шығар енді. Жоқ. Жоқ, просто кеше мен Қоспайды. кеше емес осы 1-2 апта бұрын сол қымызханаға барам. Сондай бір қыш қымыз деген алуға барам. Бардым ішке, кірсем жастар отыр енді, студенттер барлығын бас айналып құлап отыр да, кәдімгідей закускамен ұрып жатыр да. Сосын ойланып қоямын, блин, как будто прям реально арақ ішіп отыр ғой. И сосын мен бір қызық сол қымызхананың түйгесіне кірсем айтады, мыналар сдавать етеді дейді. Осы жерден қымыз алсаң, ішсең, гаи шақырып, сенің артынан права тартып алады дейді да. Бұл бизнес дейсің ғой. Иә, сонда қаншалықты дұрыс сол өз-өзімізді алдап жүрген жоқпыз ба? Қалай ойлайсыздар? Алдап жүрген сияқты, иә, көпшілік. Мен қосыламын десеңізші. Рас қой. Жоқ, енді қымыз андай арақ ішпейтін, мүмкін сыра ішпейтін адамдарға да жақсы шығар бір жағынан. Бірақ енді мен де ішіп көрдім, мен де кішкене солай мас болып қалған бар, мойындаймын. Кәдімгідей мас боласың негізі. Кәдімгідей, иә. Негізі мынандай бір стақан 200 мл қымыздан адам деген мас болмау керек олай. Иә. Бірақ ана өте қатты. Демек мен басында ойлайтым, шынымды айтайын, басында ақтағым келді. Яғни жоқ, ол мүмкін емес, ол қымыз ғой деген сияқты. Бәлкім он просто бродит, наверное, по другим этим деген сияқты. Сөйтіп, бірақ кейін ойлана келе енді мүмкін емес сияқты шынымен де. Сіз Қарағандыдан болғандықтан ана Жанарқаның қымызын барлығы мақтайды ғой. Әрине, иә. Таза Жанарқаның қымызы сияқты қымыз деп ойладыңыз ғой бүкіл қымыздар, иә? Сөйтсеңіз ондай емес Хотелось бы верить. Жалпы қымызда халал деген сертификат бар ма негізінде? Ондай береді ма? Вот именно бар сондай қымыздарда, иә. Қызық, сатып алған болып тұр ғой да. Ол қымыздарда сондай сертификат бар ма? Иә, вот соны көрсетеді ғой негізі, халалмыз деп. Просто ең қызығы... Жоқ, бұл жерде КМДБ-ның халал емес қой деймін, өйткені КМДБ-ның халалы бар, ол бөлек сертификат, жасыл бәрімізге белгілі. Одан кейін қателеспесем Татарстаннан беретін халал деген сертификат бар. Көбісі сол сертификатты алып халал деп айтып жатады. Бірақ дегенмен менің ойымша енді салынып ішу дұрыс емес сияқты. Бірақ осын сен айтпай ақ қоясың ау енді. Өзің орнында біліп ішсең, мысалы менің бір досым болды да, қымыз ішіп, ол қазақ жігіт қой негізі. Мен ноғайыспын деп шықты да. Оның несіне қарап, брендіне қарау керек сияқты да. Себебі кейбіреуінен реально арақтың дәмі шығады да. Ішсең бе. Қымызға да андай қой керек сияқты аттарында, мынау Немиров қымыз деп. Жоқ, Қызылжар қымызы деп. Хотя бы қандай арақ қосылған
қыздарын жазсын да. Жоқ, жоқ, менің ойымша былай дұрыс сияқты. Сырттан келген қымыздарды ішпей қояйық. Мысалға, басында шықты ғой, балғымыз Татарстаннан келеді, ана жақтан келген, мына жақтан келген деп. Өзіміздің өндірістегі қымыздарды іше берейік. Жаңағы Жанарханның қымызын ішейік мысалға, иә? Мен Инстаграмнан бір рет көргем, Нарынқолдың қымызын ішейік. осындай бір пәтер жалдаған, соның ішінде қымыз жасап жатты. Соны бір әйел кіріп, улап-шулап, жаңағы полицию вызову деп, жаңағы қырып жатыр ана жақтағы жігіттерді. Расымен де жаңағы спиртпен қымызды араластырып, солай сатады екен. Сондықтан Сол әйел Айжан ғой? Қазір сол бизнес жабылып қазір мына жаққа кетіп қалды. алаяқ емес енді ма. жоқ, менде бір кездері араққа кәдімгідей коньякқа аллергия болды, алкогольға. И недавно бір қымыз ішкем, тоже сондай аллергия шықты. Демек арақ емес коньяк қосады дейсіздер ғой? Онда қосады Әр сияқты. кезде әрқалай сияқты мысалы. Жоқ, ештеңе қоспайды. Бірақ бағасына қарасаң, енді білмеймін. Қосатын сияқты ма? Жоқ, керісінше қоспайтын Арзан сияқты, ба? арзан ғой. Да? Иә. Қанша литрі? 2,5 теңге ғой. 2,5 теңге. 2,5 теңге. Қыш қымыз ғана ішеміз. Қыш қымыз алыңыздар. Амбассадорсың ба? Қышқымыздың? Жоқ, қыш қымыз бар, сосын қыш қымыз про деген шықты қазір. Иә? Ол Pro қалай Max. айырмашылығы? Білмеймін, айырмашылығы крышкаларында ғана ғой, цветтерінде. Закускамен жеді ол. Жоқ, жалпылама, менің ойымша енді көп ішпеу керек қой енді. Кез келген нәрсені өз орныңды біліп, әдемі ішсең, ол дұрыс. Енді мөлшерінен тыс ішіп кетсең, әрине болмайды деген дүние бар да. Қымыз ішіп алқаш болып кетіп, сосын барып өкпеңді жылқыға айтып да, сосын биеге айтып ренже отырсаң иә. Бәрібір де енді ол жаңағы санаңды осылай не дейді, улайтын зат қой енді, иә? Одурманивает, ондай дүниелерді ішсең, онда өзіңді өте бір андай тақуа ретінде көрсетуге, енді білмеймін, 200-ділік сияқты жараспайды. Яғни сен немесе айт, иә, мен осындай көңіл көтергенді жақсы көрем деп, бірақ оны жаңағы үйіңе барып, оны ішіп, сылқиып жүріп, сыртта жаңағы адамдарға ақыл айтып жүрген дұрыс емес. Өте дұрыс айтасыз. Нүктесін қойдыңыз, иә? Иә. Жоқ, енді жалпылама арасында өзің үшін Қоймайсың ба? ішуге болатынша. Жоқ, мен ішуге болмайды деп айтып жатқан жоқпын ғой. Кімге мысалға мына заманда саған бірдеңе болмайды деп айта алмайсың ешкімге, иә? Әркімнің өзінің таңдауы бар, өзінің өмір сүру жаңағы. Қымызды ақтап алайықшы деп жатқанмын ғой. Жақсы жағынан. Даттап жатқан жоқпын ғой енді. Даттамаған жерде ақтап, зачем лишний раз оны ақтап? Болды. Дұрыс. Нағып бәрі негативный болып кеттіңдер. Мына төртеуі маған қарсы бағдарлама болып отқан сияқты мына жерде кәдімгідей. Жаңа анау екінші гримеркада бастама біртүрлі болды да. Мен мысалға қазір анау бұқа үшін арналған қызыл жаңағы не болып тұрсыз маған? Red flag. Бұны кесіп тастай саламыз, жарайды кесіп. Жоқ, монтаждан. Мынау анонсқа қалады. Так, все, қанағаттандың ба, күшті болды ма саған? Жақсы, иә, күшті. Енді ішпейміз ба, ішеміз ба? Содан кейін ішеміз, біткесін. Жоқ, жалпы қымызды қалдырайық, бірақ дәстүрлі қымыз ішейік, иә? Баршаларыңызға айтайық, дәстүрлі қымыз ішейік, таза тобылғымен ысталған. Тексеріп нететін. Иә, тобылғымен ысталған, әдем Жанарханның қымызы бар, Нарынқолдың қымызы бар, май шығып тұрады. Өзіміздің Нарынқолдың албанский қымыздарын ішіңіздер. Әне, пожалуйста. Назерке деген қолданушы қыз жазыпты. Менің түсінбейтінім де осы. Күйеуім бір нәрсені жоспарлап, былай істесекше дейді де барып мама папасына айтады. Ол кісілер жоқ, былай десе соны істейді. Уже бірнеше рет олай істейтін бар. Менімен несіне ойласады, ақылдасады деймін де, ата енемен тұратындар бірден түсінетін шығар. Иә дейді. Андай эмоциямен жазып тастағанда кішкене ішіндегісі бір әйел адамдар сондай ғой, тредста. Өте милы оқыдыңыз ғой. Нерв болып оқу керек шығын. Осы бар ғой. Неменемен ақылдасады? Ақыры барып әке-шешесінен сұрайтын болса. Образға кіріп оқу керек деді дейсіз да. Міне, көбінесе осы тредста қыз-келіншектер, қыздар, жалпы осы қарым-қатынасқа байланысты, отбасылық өмірге байланысты өздерінің ішіндегі бір жан жарасын жазады да көбісі. Тредс деген тегін психолог болыпты ғой. Иә, солай бір-біріне ақыл айтады. Андай бір орта сияқты әйелдердің жиналған бір ортасы. Онда неге бізді кіргізбейсіздер? Мүмкін фейк аккаунт ашу керек шығар сізге. Иә, бәлкім сөйту керек. Енді қалай ойлайсыз, енді сіз де ата енеңізбен тұрасыз, иә? Осындай балансты қалай ұстап тұру керек жолдасыңмен, жаңағыдай қарым-қатынас, ата енеңізбен қарым-қатынас арасында? Балансты қалай ұстау керек?
қазір бастасам мынау деген кәдімгідей не болып кетеді ғой. айтыңызшы. Сол не болып кетсін деп тұрық қой біз. не болып тұрған жоқ Не қой. болып кетсін деп тұрық кәдімгідей, иә. Енді сізді көретін, сіздің оқырмандарыңыздың арасында қыз келіншектер көп қой. Мүмкін соларға бір қазір мүмкін сондай жағдайда отқан шығар олар. Соған бір өзіңіздің бір әйелдің әйелге деген бір поддержка дейміз ба, қолдау дейміз ба, сол жағынан бір пікіріңізді, ойыңызды ашық айтсаңыз. Енді маған ата енеммен повезло. Менің атам қатал, көп жерде айтқам оны, бірақ енем өте мейірімді, қабағын шытпайды ешқашан. 7 жыл бірге тұрып жатырмыз. 7 жылда маған бүйтіп көрмепті, өмір қабағын түйген в мою сторону вообще ондай болмаған да. Атамда болады енді, бірақ ер азамат болғаннан кейін оныкі жеңіл, енді енеңмен больше коммуницируешь, содан кейін сондықтан маған оңайырақ шығар. Сосын жаңағы қыздың тақырыбына келетін болсақ, яғни жолдасымен бірдеңені видимо обсуждает, ол барып ата-анасын айтады, ата-анасын айтқанын істейді. Бізде кішкене керісінше, яғни біз отырып бір шешімге келеміз ба, сосын мен Әлібекке папаңа мамаңа айт бар, айт, ал айтпайды. Бар айт деймін саған деп әрең деген кезде барып айтқызам. Сосын егер мысалға мен енеме, ол кісі никогда не поправляет нас, яғни біз қандай шешім қабылдадық, дұрыс болды. Ол ақыл айтып, жоқ мынау болмайды, мынаны алмаңдар, былай істемеңдер демейді. Вот атамда мысалға бар. Ең алғашқы келін болып түскен жылдары мен кішкене андай ренжіп қалатым, сонда қалай деп көңіліңізге тиіп қалады. Кішкене болатын ондай, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін мен түсінемін. Біз бұрын ең алғашқы жаңағы көліктеріміздің бірін алғымыз келген кезде, ол кезде енді ондай табыс таппаймыз, бірақ енді әдемірек жаңағы көлік мінгіміз келеді, сосын бардықта бір льготное кредитование деген болды. Яғни кредит аз мөлшермен төлейсің, и оған Kia Sportage келетін болды. Айта берсек болады ғой маркасын, да? Болады. И ол кезде қазір спортейдждар әдемі шыққан ғой, дизайндар. Ол кездегі спортейдждар біртүрлі болатын енді, андай фаралардың бәрі. Бірақ салонның ішінде анау әдемі болып көрінді. Сосын кірдік та, осыны алайық деп, екеуміз загорелись, давай алайық деп. И сонымен үйге барып айтсам, қайнатам, ол урод машина ғой дейді. Сосын Алибек не істейміз? Батя урод деп айтып жатыр ғой, я такая, неге өйтіп айтады, әдемі машина ғой деп ренжіп, сосын бірақ ол кісі айтты ма, болды, біз оның сөзінен аттамаймыз. Яғни ол менің қалауым, яғни Әлібекке давай алайық десек, ол ала салады, яғни. Ал мен болсам, жоқ, ол кісі айтты ма, значит, бірақ кішкене ашуландым, сосын бардықта Тойотадан қайдан шықсаң онан шық деп кредитке алып жібердік машинаны. Бұны төлей аламыз ба білмейміз да, ол кезде қорқып тұрдық, бірақ Тәуекелге бардыңыз. Тәуекелге бардық. И сосын барып түсінеміз ғой, қандай жақсы болды ана машинаны. Сосын бір жарты жылдың ішінде жауып тастадық, оны ауыстырдық, одан да үлкен машинаға отырдық деген сияқты. Бірақ соны ойлаймын, егер біз ана льготное кредитованияға атамның сөзін тыңдамай сол жаңағы машинаны алатын болсақ, он ерте жабуға болмайды, оның кредитін жүретін едік та, созып, сосын кейін барып көшеден көремін да, ана көліктен кешірім өтінемін, енді біреуде бар шығар, бірақ енді сосын айтам ғой, мә, натуре урод машина ғой деймін. Қалай үлкендер білет дейсіз ғой, қалай дұрыс екен. Білгеннен айтып тұр ғой. Содан басталған Toyota, қазір де Toyota емес пе сіздерде, бірақ қазір нағыз қазақтар сияқты бастадыңыз да Toyotамен, и қазір Toyota 300-ка бұл кісілерде екен. Иә, Камридан бастағанбыз кредитқа, иә. Әке шешеңе, ата енеңмен бірге тұратын болсаң, мен ақылдасу керек деп ойлаймын, себебі бәрің бір үйде тұрасыңдар ғой енді. Қалай олардан аттап өтіп кете алмайсың ғой. Екінші жағынан олар побольше жизни видали, өмірді көрді да. Ол, например, сен урод машина дегенде сразу сіздің атаңыз айтты да, вы его потом не продадите, сата алмай қаласыңдар, тұрып қаласыңдар деп. Бәлкім ол кісілер солай қарайды ғой. Үлкендермен де ақылдасу керек, үлкендер кішілермен де ақылдасу керек, бір үйде тұратын болса деп ойлаймын мен. Сосын президент халықпен ақылдасу керек шығар. Иә, халық президентпен ақылдасу керек. Арасында айтып қояқ та, әңгіме барысында. Ертең жалу кетіп жүрмеңіздер. Арасында естіп қалатын жүрмеңіздер. Жоқ, президент көрсе біз қуанар едік біздің передачада. Өзбекстаннан ашылып аламыз. Нет ничего невозможного. Сосын айтам да, мысалға келіндер бірінші жылы келін болып түскен кезде бірден жаңағы төрмейін екен деп, жаңағы менің айтқаным неге болмайды дегенде дұрыс емес шығар енді. Енді әбден 10-15 жыл қызмет еткен келін сияқты сөйлеп отқан шығармын, бірақ дегенмен, біраз уақыт сен бірінші күн келген кезде сен жасың 20-да болсын, сен 30-да бол, сен 35-те күйеуге шық, сен бәрібір олар үшін бала боласың. Ол саған бала ретінде қарайды.
и сенің сөзіңді жүргізу үшін, сенің шешіміңді мақұлдау үшін саған уақыт керек, и оны дәлелдеу керексің сен. Сетевой маркетинг сияқты өсе бересің ғой. Шыдамдылық керек. Голд директорға дейін өсу керек. Мысалға, ол жыл, мысалы, талай жылдар бойы сен егер қателік жасамасаң, сен түзу жүрсең, ол кісілердің көңілін қалдырмасаң, жұмыста да, сыртта, бизнеста, мысалға, сен қадамдарың оңды болып, ол кісілер көріп отса, кейін бар ойлайды ғой, бұлардың ақылдары бар екен, бұлар өсіпті, оказывается. Значит, бұлардың айтқандары дұрыс деген сияқты. Қазір енді алғашқы жылмен қарағанда, қазір 7-ші жылы біз мысалға уже бірдеңе айтсақ, біз деп қойып, жолдасым айтса, мен вообще сөйлемеймін қайнатама, редко. Мысалы, ол айтса, уже ол кісі вообще басқаша қабылдайды. Бірінші жылдары бала сияқты қабылдайтын да. Қазір енді бізде енді өстік, өндік, біраз жаңағы отағасы болып қалды дейсіз ғой. Абырой жинадық, кішігірім, сондықтан ол кісі қазір айтсақ уже ол да бар енді. Ол кісінің өзіне машине алып бердік, 70-ка алып бердік, одан кейін 75 алып бердік салоннан. Сондай дүниелер жасап жүргеннен кейін, конечно, ол кісі уже ақша бар ғой. Жоқ, енді біз андай шүкір бізге беріңіздерші десе. Біз көп блогерлар мысалға былай шашып көрсеткен жақсы көреді ғой. Мысалға 1 миллионы болса, оны 10 миллион етіп көрсетіп, біз ондай дүниемен ешқашан айналыспағанбыз. Андай бекер мал шашпақты өзім ұнатпайтын адаммын. Жаңағы айтып отырмын ғой, енді басында кредит қалдық деген сияқты, сөйтіп әйтеуір бүйтіп мен просто ақша күшті жинаймын. Мен сондай үнемді адаммын да. Мен мысалға бренд ұстайсыз ба? Ақша, әркім өзінің ақшасын ұстайды. Бірақ әлекең кішкене андай транжира. Сосын андай кәдімгі күнделікті жүріс-тұрыс анау мынау албан ғой енді, албандарға тән нәрсе ол. Әлбек төлейді, содан кейін видимо маған жинауға оңайырақ та. Мен мысалға андай бренд бірдеңе деп былай шашып тастамаймын. Ақшаны жинай берем тышқан сияқты. Сөйтіп басын құрап алғанбыз, абылай біз бүйтіп ақша шашайтындай ондай бай емеспіз. Сол. Байғанда хабарласыңыздаршы. Енді бәрібір де ермек, сіз только байлармен араласасыз ба? Сол болып тұр ғой жерде мәселе. Такой red flag вообще бүгін бар. Қыз болса қандай болады, елестете алмаймын бар ғой. Кешіріңіз сөзімді. Қыз болсам Дубайда тұратын едім. Жоқ, бәрі нормально. Енді кейбір кезде осы трендсқа бір қорытынды бір сөз айтып жіберейік. Кейде үлкендердің де ақылын тыңдау керек, керек қой, енді әке-шешең жаман ойламайды ғой сендерге. Бірақ уже қорытындылаймыз или тағы да бір айтатын? Айта беріңіз қандай. Мынандай тұс бар да, мысалға, ол біздің отбасымыз ғой. Бірақ мынандай отбасылар болады ғой, ана араласа беретін, сосын кедергі бола беретін, келін не айтса да оныкі дұрыс емес, үйде отыр, тамақ істе. Енді это, конечно, банально, но прям қатты жұмыстарына араласатын енелер, ата-аналар да бар жалпы. Оларды, мысалы, мына қыз біздің подкастты көріп отыр, деп ашуланып қалуы мүмкін ғой. Ондай кездерде меніңше, егер сені мүлдем адам санамаса, сенімен санаспаса, сені адам құрлы көрмесе, онда твердость характері бәрібір көрсету керек. Мен деген бір мінез керек дейсіз. Әрине, жем болсаң жем болып жүре бересің әркімге, бәрібір де сен қатты кетіп жатқан жоқпыз ба? Жоқ, жақсы кетіп. Жоқ, ол жерде тұрып бет жылысып ұрыс деген әңгіме емес қой, бірақ өзіңнің позицияңды нақты жеткізу керек, әрине. Өйткені көп олай мүлдем күн бермейтін енді подругаларының арасында да бар. Не істесе де, қалай істесе де жақпайды енесіне, просто жақсы көрмейді и все. Негізі Қазақстанда мынандай бір дүниелер көп қой, енді қазір ашылып жатқан. Енелер ассоциациясы мен келіндер ассоциациясын құру керек сияқты. Сосын екеуінің арасында бой жасау керек. Сосын күйеулер туда-сюда екі үлкен андай үлкен ғимарат екеуіне сон сияқты. Екі ассоциация, ана ассоциация бір кіріп, анана шығып, сіз қайтып кіріп. Андай ғой, просто қазір осындай жағдайларды естисің да, келіндер мен енелер бір-біріне қас жау сияқты көретіндер де бар ғой. Сондай бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз деп ойлаймын. Осы орайда сұрақ туындап тұр. Сіз енеңізбен қандай қарым-қатынастасыз? Жақсы қарым-қатынастамын. Менің енем Мынауский. Ол кісі ешқашан біздің қарым-қатынасымызға араласқан емес. Жаманды жаман деп, жақсыны жақсы деп. Енем деп соқсын жүрегім. Шүкір Алла. Дұрыс, Сол кісі, енді ол кісі
көрегенді, оқыған, тоқыған, жалпы сондай бір кісі. Үлкен рахмет айтамын, ол кісі біздің осы жобаны көреді, кейде дұрыс болмай жатса айтады енді. Мына жерде осылай отырсыңдар. Я басында неге айтады екен деген сияқты болады, жаңа сіз айтқандай. Бірақ кейін қарап ойланып отырсақ, расымен де шындығын айтыпты ғой, яғни саған жаны ашыған соң сөйтіп айтқан екен ғой деп ойланып қалады екенсің. Жақсы, мен деген ақылды келін екенсіз. жалпы менің ата енеден жолым болды деп айта аламын, шүкір Алла. Шашың жина деп жазып кетсе комментарийға. Жақсы. Сол, мен қанағаттандым сіздің жауабыңызға. Келесі кезекті мен Айболатқа беремін. Добрый передача болдық біз, мәдениетті, бір-бірімізге сөз беріп. Осының алдында біз бір-бірімізді боқтап отырмыз. Отағасына сөз беремін деп қосылды. Отағасына сөз беремін. Рахмет сізге. Мына жерде Марлена Датка дейді. Түсінбеймін, осы папамыз жақтың туысқандарымен неге араласа алмаймыз дейді. Қит етсе жұлып жейін деп тұрады. Сіздер де сондай ма дейді. Мен білетін сияқтым жауабын. Себебі мінездерің одинаковый да. Жоқ, просто мама жақтың пиар компаниясы күшті ғой. Мама жақ өзінікін енді мақтай береді ғой, менің нағашыларым берді, менің төркінім берді деп. Кейбіреулер сондай ғой енді. Бәрі емес. Қазақта бар ғой, жалпы нағашылар анандай ғой. Жиен келді десе максимально қуанып жіберейін деп тұрады ғой бәрінше. Постоянно еркелетеді ғой. Мен кішкентай кезім сонда есімде, нағашыларым барлығы еркелетеді. Өз жағым вообще ондай просто Айболат. Просто Айболат. Абырой жоқ па? Ана жақта Абылек бірдеңе деп бәрін беріп жатады. Мына жақта Айболат ананы алып кеш дейді. Болды. Мынаны істепсе болды. Неге екен да, соны маған да қызық. Мен өзім нағашыларым қолында өстім, мен әкем жоқ, енді айта алмаймын енді ол кісілердің. Сонда әкесі жоқтарды мына жаққа отырғызып қойған ба? Сол екеуміз мына жақта отырғызды. Әкесі жоқтар бөлек отырмыз енді. Қалай ойлайсыз, неге ондай бір бөлініс бар? Сізде ондай бар ма негізі? Нағашы жақ көзқарас басқа? Қатты бір бөлініс бар деп айта алмаймын, бірақ жаңа тапсыз айтқандай, расымен де нағашы жақ қатты бір андай еркелетіп жақсы көретін сияқты, папа жақта сдержаннее более. Шынымен де бар екен сондай. Иә, енді бір жамандық тілемейді, бірақ андай бір официальный қарым-қатынас сияқты да, андай бір сәлеметсіз бе, сау болыңыздар деп. Мама жақ сіздің бағдарламаңыз сүйіп көре ма? Біздің Камила ғой, папа жақ басқа жаққа ауыстырып жүрмін. Мен оны былай ойлайтынмын, бәлкім өзімнің туған ата әжемді кішкентай кезімде болған кезде қайтыс болды да ол кісілер. Есімде жоқ. Сол себепті шығар деп ойлайтынмын. Мамамның папасы мен мамасын ата әже деп өліп жаңағы жақсы көріп тұратын. Енді мен үшін ата әже негізі ата мен әженің махаббаты бөлек. Сөйтсе бәрінде сондай екен ғой. Ата мен әженің махаббаты бөлек жалпы деймін да. Бізде нағашылар жақта өстік, ата мен әженің махаббатына бөленіп өстік. Сол үшін шығар махаббатымыз. Бізде өз жағымызда папамыз жақ бірін-бірімізді бір прикол ұстау. Что-то бірін-біріне унизить етіп тастау, кішкене бас тиіп кету, сондай. Просто угорать етуге сол жаққа баруға болады бізге. Бір жағынан ойлаймын, мысалға жаңағы еркектер менің тұқымым деп жатады ғой, бірақ шындап келгенде мысалға менің балаларым менің енем үшін бір бөтен әйелдің туған балалары да. Ал қызының балалары өзінен шыққан қызының туған балалары ғой, сол үшін ойлаймын енді бәлкім сондай ма деп. Тіпті ана выписка болады ғой, келіншекті роддомнан алып шыққан кезде де бір қыздың ата-анасы ерекше бір толқып тұратын сияқты жігіттің ата-анасына қарағанда. Себебі ана тиктоктан көріп қаласында кейбір жаңағыдай ата-аналар әкесі әсіресе қыз үшін жылап, жүрегі ауырып, ал мына жақта қуанып андай деп бір мереке, мәз-мейрам болып сөйтіп жатады. Содан да білуге болатын сияқты қыздың ата-анасы жаны қаттырақ ашитын сияқты баласына. Жоқ, мен роддомнан шыққан кезде мысалы мені мамам күтіп алды. Есінде ма? Сөйтіп алсаң. Жалпы мен ойымша барлық жақ бірдей қуанатын сияқты, өйткені ол немерең ғой. Папаның жақтағылар өзінің жиендерін жақсы көреді да, понимаешь? Балаң ана қазақта круговорот вселенной да. Қазақта жақсы сөз бар ғой, балаң өскенше немерең өлгенше деген. Сол үшін мен ойымша көп ата-аналарда, біздің енді қазіргі замандағы ата-аналарымыз андай сияқты, бізге бөлінмеген уақытын осы немерелерімізге бөлейік деген нәрсе. Жаңа мақалдың екінші варианты бар ғой. Қандай? Балаңнан бөліп құтыласың, немереңнен өліп құтыласың деген. Сіз мақалдарға жатып алған екенсіз кәдімгідей. Менің бір албан үлкен қайнатамыз бар, сол кісі айтқан ғой. Албандар дұрыс айтады негізі. Албандар айтса да дұрыс айтады. Былай қарап тұрсаң, баланың ата мен әжесінің қолында өскен дұрыс сияқты да. Себебі, мне кажется,
у них больше какой-то связи есть внутренние. Жоқ. Они друзья, не, да? Мысалы, ата мен әженің немересіне бұрынғы өмірінің опытын жинаған бере алады да. А ол баланың әке шешелері 20-дағы балдар да, 25-30-дағы. Қандай опыт бересің жизненный? Бірге өседі ғой. Бірге өседі, бірге қиындықты да көреді, қуанышты да көреді. Бала солай Негіз бізде қонақ бар еді, сұрасақ бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Ол кісі де ойға батып кетіпсіз ғой сізде. Ойдан шыға алмай жатыр. Жама анандайлар қызық, ата әжесімен өскен балалар бар ғой. Ата анасына кейбіреулер бар, мен естігем, брат дейді папасына. Мойындамайды де Мойындамайды да того. Брат деген енді қатты шығар. Брат деген қатты екен, иә. Батыста бар бізде. Батя дегенде естігенбіз. Батя дегенде естігенбіз. Аға Деп дейді. айтады кейде. Брат дейтіндер бар, Біз- иә. Біздің пахан дейтіндерді естігенбіз. Бірақ енді брат деген енді Сөйдер ауыз. бар бізде, мысалы Орал жақта, Атырау жақта бар. Естідім мен сондай. Сіз қарсысыз ба негізі ата әжені Әрине. беру дегенге? Қарсымын, анау Аппақ келін деген кино бар ғой, Жанар Айжанованың Иә, ойнайтын, иә. Сол жерде бір эпизод көргенсіздер ма? Яғни жаңағы күйеу баласы келіп айтады да, немересін алып қалайын деп жатқан кезде, жаңағы енесіне айтып отыр ғой күйеу баласы. Мам, мынау бала ертең жетім қалады деп сөйтсе, ей кет анау деп кәдімгідей боқтап жүрсе, ертең дейді ол ата анасын сағынатын болады, забордың алдында ойнайтын болады, ата анасы келіп қала ма деген үмітпен деген сияқты. Ертең сендер өлесінде қаласыңдар, бұл бала жетім қалады деп кәдімгідей өте әсерлі қылып айтқан. Сол моментті көріп отырып кәдімгідей енем екеуміз көргенбіз. И ол кісі де айтады, оған дейін де айтып жүретін, әке шешесінен айырмасын баланы, ешкім айыруға құқы да жоқ, айырмау керек. Өйткені менің мысалға енемде ата әжесінің қолында тәрбиеленген балады. Тіпті жаңағы көрші тұрса да, бәрібір де қабылдай алмайды дегенмен, иә, мысалы қазір анасы өмірде, бірақ бәрібір жаңағы алыстау сияқты, өзінің ата анасы қайтыс болып кеткен сияқты жаңағы немен жүреді, ощущениемен жүреді. И ол кісінің өзі айтады, жоқ, мысалға кетсеңдер де көшсеңдер де балаларың өздеріңе қарап, ол андай қарамайын балаларың деп ерінгенден емес, өліп жақсы көреді немерелерін, бірақ түсінеді да, ни в коем случае ата анасынан ажыратпау керек екенін. Енді ол опыт беру дегенде ол дұрыс қой бір жағынан, бірақ Менде, например, былай болды. жазғы каникулға апару деген дүниелер болмаса, солай. Мен, например, сабақ оққанда мама папаның қасында жүремін да, каникулда прям бір жұма осенний. Сенде артық звук шығып кетті. Сразу апарып тастайды да, сразу. Ертең күні 25-і последний звонок па, 26-сы уже ауылға айтып қаламын да мен. Сосын сентябрьдің бір күні келемін. Солай жасауға болады ғой енді. Толықтай қалдырып кетпей. Қайтып тастармыз маған точно. Жарайды онда. Дауыс өшпей қалды. Есіңді ба? Эквалайзер, дұрыс болмай қалды. Айқайлағаны ғой. Инвалидтарды мазақ қыл. Сәл психовать етіп сөйлегенде сөйте ма? Қой күлмейік. Жоқ, күліп алыңдар, күліп алыңдар. Басқа күлкілі дым Қайреке, Қайреке, ойыңызды аяқтадыңыз ба? Бойымды аяқтадым, рахмет. Да. Так, давай Ермек. Сенің кезегің келді, Мен наконец. кезегім келді ма? Алпысбаев 03 деген салған екен. Қатесіз жазатындар айналайын дейді да. Енді қазір көптеген ғаламтор желісінде бәрі қатемен жазады ғой. Душнет етті деме, бірақ өзің сәл қате жазған сияқтысың. Жазатындарды айналайын болады, немесе дефис қой, жазатындар дегеннен кейін деп біреу жазып кетті да, оның қатесін түзеп кетті. Кейде болады осылай қатесін түзеп жазатындар, мысалға әсіресе сіздерге, блогерларға, сіздер сторис салғанда біреу міндетті жазып кетеді ғой. Мынаны бүйтпейсің ба, мынаны сөйтпейсің ба деп ақылшылар көп. Соларға не дейсіз мысалы? Бұл негізі бір фишканың бір түрі, яғни пост салған кезде әдейі біреулер қатемен жазып кетеді бір жерді. Сол кезде көбірек комментарий жазылады, оны түзейді. Одан көп емес, бірақ охват кішкене жоғарырақ болады. Бұл бір блогерлік фишка бұл. Қазір енді көбісі онымен пайдалана бермейді, бірақ осыдан 2 жыл бұрын сол актуально болды. Өзім қатемен жазатын адамдарды прям өзім білмеймін, енді грамматика жағынан кейде болады қате, бірақ ол анау автозаполнение бірдемемен или асығып сторис салып бара жатқан кезде қате жіберіп қалуы мүмкінмін, бірақ өте сирек жіберемін қателерді. Өзімнің бір сондай бұрын Күйеуіңіз жиі жіберетін сияқты, қателерді. Дұрыс қой, енді плюс пен минус қосылу керек. менде Жоқ, ол андай күйеу плюс қой. Ладно, жоқ деп ойлап Қайда қыласыз деп па? Жоқ деп ойлап Камила ханымды айттым плюс деп. Мен ойлайтын едім, қазіргі поколение, бұрынғы поколениеға қарағанда
более грамотный деп, бірақ комментарияларда оқисың ғой, не жазып отырғанын түсінбейсің да, сосын өзің оқисың да, өзің оқып өзің естисің да, мынандай сөз екен ғой деп. Сондай көп қателіктер көп та қазір. Андай бар ғой, кешіріңіз. Сулифа. Айта беріңіз. Сіз қонақсыз қайта беріңіз. Жоқ, мен жаңа ойымды аяқтамай қалдым да. Үйленбей тұрып, Әлібекті жалпы танымай тұрып, менде сондай бір не болатын, қалай айтайды онда? Бзик па? Бзик, я. Қате жаса маған все, сразу блокқа, короче. Привет дедім ма? Иә. Жыным ұстайтын қате, элементарный сөздерден қате кетіретін адамдарды жыным ұстайтын. Сосын андай, сосын жаңағы Камила, үттір, яғни қаратпа сөзі, барлығының үттірлері болса, сондайларға қатты қарайтынмын да, назар аударатым. Сосын менің өмірімде Әлібек пайда болды. Сосын шүкіршілік ете бастадым деші. Жоқ, неден қашсаң, соған жолғасың Мен дейді ғой. үнемі айтатынмын. Менің жолдасымның бойы ұзын болады. Және грамотный болады, қатесіз жазады деп. В итоге біреуі орындалды, а вот біреуі... Бірақ дұғаңды ғана қабылдаймыз, ойлам дедім ма? Негізі қате жазатын адамдар караокеда қатты қиналатын сияқты, ана өлең таңдайды ғой. Әсіресе орысша әндерді қойған. Таба алмай кететін сияқты сол ақыры. Бірақ өлеңі бар таңдайтын, одан қате кетпейді. Где ты, где я деген. Ең оңайын жаттап алған ба? И ортасында өтірді ұмытып кете ма? Үтір деген Әлібектің әлемінде жоқ қой мүлде. Бір дыханиемен оқисың ба сообщение? Туылған кезде сразу врачтар алып тастаған ба? Или сүндетке отырып жатқан кезде өтірмен бірге кеш жерген ба? Бәрін сразу. Болатын сияқты. Айтпақшы, кейбір блогер келіншектер күйеуім деп жазып қояды ғой. Күйеуім емес, күйеуім деп жазып қоятындар бар. Соны жаңа сіз айтып жатқансын біліп жатырмын да, әдейі жазады екен. Анда TikTokта комментарий жинау үшін күйеуім емес, күйеуім деп жазасыңдар, қыздар деген комментарий толып тұр екен. Қазақтар негізі дұрыстағанда адамды дұрыстаған жақсы көреді ғой. Бәрі қате кетсе, негізі прям кәдімгідей өздерін правильно это, мен дұрысым, грамматика мощный деп. Мен мынаны түсінбеймін, ана WhatsAppта перепискаларда тредсқа салып қояды ғой, қате жазылған. Они прикалываются или шынымен де қате солай жаза ма? Мүмкін сауатсыз шығар, сондай адамдар. Мен сол қарап отырмын да, ертең семьясын қалай асырайды деп ойлап қоямын да ертең. Уақыт өте келе сауатсыз адамдар көбірек болатын сияқты, өйткені қазіргі заманда енді чат GPT бар, мимен жұмыс істемейді, сондықтан бұл бір үлкен проблема болады, және біраз уақыттан кейін мүлдем қатесіне назар аудармайды кететін сияқты. Норма болып кететін сияқты. Әлібек тектестер көбейін деп тұр десе. Безграмотный оқымаған қылып па? Ондай қылып ма? 9 класс болды ма? Жалпы онда Әлібек деп жатқан бәрі елестетіп отқан шығар Әлібек қандай екен деуші. Жоқ, мен иногда былай болады, сторис салып қояды да, Әлібек сосын сонда бұрсам ғой. Удалить деп. Ана сөзің қайте дұрыстап жаз деп. Қайтадан жаза ма? Жоқ, жазбайды. Кете береді солай. Принципиально солай тұрады да. Әлібек тыңдамайды, ешкім тыңдамайды, ол бәрі ойлайды ғой, ойбай, әйелін тыңдайды. Вообще ешкім тыңдамайтын адам ғой. Негізі бүкіл әйелдер сондай сияқты. Мен де кейде бір қарамай сторис. Мен әйтпесе негізі қазақ тілі мәдениет пәнінің мұғалімі ғой. Неше рет айтып Каждый выпуск айтады. Каждый выпускта айтамын ғой негізі соны ше. 2 диплом бар екен де Екі айтса. диплом бар. Үшеуі бар. Жаттап алдық уже қосып сен. алдым тағы. КВНчик болсаң да, да? Содан кейін арасында бір қателіктер кетіп қалады. Ол кезде әдейі қате жібермейсің негізі. Әлбекте де түсінуге болады. Ол менің бауырым, дұрыс жағынан түсініңдер. Мысалға қателесіп жазайын демейсің ғой. Асығыс жаңағыдай жаздың, салдың. Ер азаматтар ондай қарамайды. Өйткені ойыңда басқа дүниелер тұрады. Сөйтіп салып жібердім бітті. Одан кейін басталады ғой жаңағы. Тоже хабарласып. Жер негізі мен өзгертпеймін тоже. Мен де сөйтіп салып жіберемін. Албансың ғой енді. Әлібек екеуміз. Главное не допустить ошибок емес, главное не признавать па? Ол да бар. Әлібек бірақ филолог емес қой, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі емес, оған жарасады. А вот сізге, Ермек, с таким-то дипломом жараспайды. Сені до конца жақтырмай кетті ғой. До конца, я. Иногда дейді, қалауымға барып, прям атақты блогер болып кеткім ақ келеді дейді. Әттең бай бала шағам бар дейді. Декретте отырған бір апайымыздың сөзі. Негізі аудитория декретте отырған адамдар көбінесе, иә? Сосын апалар көп қарайды. Иә, менің әжем қарайды. Таксистер.
Мысалы менің әжем осы бағдарламаны қарайды қалауымды, сосын мынанда реклама болып жатса қосылаяқты қосып қояды, екеуін қатар бірдей қарайды, кәдімгідей жібермей. Сөйтіп мен айтамын ғой, несімен ұнайды саған бағдарлама деймін ғой, жақсы ғой жастар жаңағы бір-бірімен танысады, бір-бірімен қырылады деп қояды енді арасында, бір-бірімен жаңағы үйленіп жатады, соны көрген қызықты дейді. Сол үшін уайымдап давлениесі көтеріліп кете ма? Иә, тем более тікелей эфирда көрсетеді оның барлығын, яғни кез келген эмоцияң шынайы көрінетін сияқты тікелей эфирда. Иә, яғни сенде екінші шанс жоқ бірдеңені түзетуге. Енді қалай ойлайсыз? Сол үшін Әлібек емес сізді алды ма бағдарламаны жүргізуші ретінде? Сол үшін Әлібек емес сізді алды ма бағдарламаны жүргізуші ретінде деймін. Бәлкім. Иә, көбісі ойлайды ғой, қалауымға барып блогер болып кету оп-оңай деп. Бізге де кейде бетімізге басып атады, яғни сен немене жетісіп ақыл айтып отырсың, қалауымның арқасында көтерілдің. Иә, қалауымның арқасында көтерілдім, бірақ қалауымның әсері болғанымен ол жерде мен өзімнің еңбегім де бар, біздің еңбегіміз бар деген сияқты. Қалаулым арқылы осы күнге дейін қазір 9 маусым аяқталып жатыр. Ойлаңыздар, 9 жыл бойы. Соңғы маусым ба? 11 ай бойы, ал? Соңғы маусым ба? Белгісіз, яғни жыл сайын біз білмейміз. Ойнап сұраватым негізі. Серьез жауап беріп жатыр. Жоқ, рейтингқа қарайтын болар негізінде. Қандай факторлар? Жоқ, рейтинг мықты ғой ол жақта. Рейтинг, иә, енді Қазақстандағы ең атышулы бағдарламалардың бірі болды ғой. Кезінде Әлбектердің сезонында мүлдем ол бағдарламамен тең келетін бағдарлама жоқ еді Қазақстанда. Потолокты солар қойып тастады ма? Иә, бірінші маусым өте жаңағы жоғары болды. Бірақ алғашқы 5 маусым кәдімгідей керемет болды, қалғандары сәл енді. Дегенмен адам деген жалығады ғой, сәл-сәл, бірақ енді мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Жүріп жатыр, демек рейтинг бар деген сөз. Егер ол рейтинг жоқ бағдарлама болса, баяғыда жауып тастайтын еді. Яғни 9 маусым, 9 жыл, яғни кем дегенде 10 ай жүреді бағдарлама. Аптасына 6 күн, 4 сағат тікелей эфирде. Енді ойлаңыздар, қаншама сағат, қаншама күн, яғни аптасына бір-ақ рет шығатын бағдарлама емес қой, сол жерден енді 9 жылдың ішінде қанша адам шықты, мыңдай емес, бір 100 мың адам өткен шығар мысалға, одан артық болуы мүмкін мысалға. Және солардың арасынан мен қатысушы болған емеспін, мен үміткер болдым, және үміткерлерді ғана есептейтін болсақ, мысалға, енді бір қолдың саусақтары ғана жетеді, яғни блогерлыққа жете алған, бірақ көбісі сондай ниетпен келді ғой. Бұл жерде де мысалға барлығы ойлайды, қалауымға барып блогер болып кетем деп. Ол оңай емес, сен бардың ба, ол сенің бірінші қадамың, ары қарай саған үздіксіз еңбек ету керек, қайта-қайта жаңағы бір ұрған жерге ұра бересің, тек қана сол жерде тесіп шығасың да, соны түсінбейді көбісі, өкінішке қарай. Сіз үміткер болып бардыңыз, Жоқ деді ғой. Мен үміткер болған. Әлібекке үміткер болып барды. Жоқ, сіздер сыртта таныстыңыздар ғой, сосын барып әлеуметтік желіде таныстыңыздар, сосын барып сізді шақырды. Сөйтіп әлі есімде сізге пранк ұстағаны кәдімгідей жүрегімізге тиіп кетті. Үйленбеймін саған деп па? Әжем екеуміз қарап, сосын сіздің мамаңыз кәдімгідей жүгіріп жетіп келді. Талай адамды жылаттық қой. Енді ол сенге қарайтын болдысың ғой да? Біраз әңгіме бөлек. Иә, мен қарадым, мен қарамадым деген жоқпын. Жаным, осындай адамдар жақсы көрем, өйткені бар андай адамдар. Не ол қалау? Ше қарамаймын. Бәлем бәрін біліп тұрады ше. Қайрат жайлы айтып бір моменті бар, интернеттен көрген. Ол қалауымыз ба білмеймін, ана ты такая коварный, қалай адам баласын товар дейсің. Ол басқа бағдарлама. Ол қалауым без, ол сондай, бірақ басқасы. Сен ана нені көрдің ба? Тайт дейтін ше. Ол да қалауым емес. Тайттың рекламасы ғой. Жоқ, енді көбісінде мына көрермендерде андай бір ассоциация бар ғой. Так, күліп алсын. Папасы келіп отыр қайрат. Сонда сіздің әулет болып келіп отыр. Жоқ, подожди. Сонда сіз күйеуіңізбен қалауымда передачада таныстыңыз, Передачада танысқан жоқпыз, бірақ сол жерде жүріп, сол жерде үйлендік. Басталды, иә? Передачада үйлендіңіз. Иә. Прикольно, необычно. Прикольно деп қойып. Үйленгенсіз ба? Нет, это не по сценарию, да, было? Өзіңіз прям... Жоқ, әрине, жоқ, реалити шоу ғой. әлі сценариймен өмір сүріп келе жатыр. 7 жыл болды ма? Балалары да сценарий бойынша туылды ғой. 10 жылда астым. Жоқ, может, они до этого были женаты.
кейбір передачалар болады ғой, например, олар бұрында женатый болып, олар- прочится передачаға барып қосылған сияқты Жоқ, істейді. негізі Әлібектің семьясы бар, бөлек семьясы бар. Бұл сценарий бойынша қазір осы семьямен тұрып жатыр. Балалары бар осы семья. құрсын құдай сақтасын. негізі ондай бар ғой, менің әңгіме кетті есімде ғой, иә, мына жерде. менің есімде тарихта сондай болған, сондай Абылайханды немен келген. Абылайхан. Абылайхан қалаулымға келген. Сондай ұсыныспен келген адамдар болған, яғни біз үйленгенбіз, бірақ сол жерде солай ойнатсақ бола ма деген сияқты, бірақ оны қалай, мүмкін емес қой. Мүмкін емес, сен экранның ар жағында сен өтірік эмоция көрсетуің, ол сразу көрініп қалады. Неорганично. Фальш, иә, сразу көрінеді. Кейде бір ана қатысушылар өздері бір сценарий құрып, бірдеңе жасап жатады, енді өздерінің статистикасын көтергісі келіп жатады. Ол бірден көрінеді өтірік екені. Сіз Сосын- бірден байқап қоятын шығарсыз, иә? жүргізуші Әрине. болып жатқан кезде. Иә. Сіздерден шыққан мемдарда, иә, көп, иә? Өте көп. Еркебұлан Тоқтар танисыңдар ма, Еркебұлан Тоқтар? Иә. Мен соның залына тренировка істеймін деген. О, бізде бірінші маусымда ходячий мем бар еді ғой, Замира деген. Замира Иә, ма, обожаю сол кісіні бар ғой. Ол кісі прям андай ешқандай бір андай қысылу, ұялу деген жоқ та ол кісіде, иә? Өзінің болмысы сондай ма? Мүлдем комплекс жоқ. Өмірде дәл сондай. Дәл сондай. Аты шулы кәдімгі. Жанеркені білем, сосын тағы кім болды? Өтірік айтпашы, бәрін білесің ғой сен, Айжан. Жоқ, Өтірік істеп жатырмын. Ананы білем, мынаны білем деп. жоқ, мен де қарадым, мен де фанат болдым кәдімгідей. Духи сататын алдында келген тоже. Сол передачада Кім? Духи сататын қыз. Ақжарқын. Ақжарқын. Ақжарқын оны аты. Духи сататын қыз емес. Ана, сен ана не сияқты айттың ғой, кәдімгі күшті. Барахолкада Барахолкада. Ана, дұғи сататын қатының атың ма еді? Сол келді ме бізге? Ужас, қатын деме. Келіншекте. Ертең ана бай қатемен жазатын қатының аты кім еді деп ұмытпайсыз ба? Есімім Камила. Ұмытпаңызшы өтініш. Солай Бай, жаттайсың. сауатсыз кім еді ана аты? Кім еді ана? Камила. Неграмотныйлар деп па? Неграмотный. Ана неграмотный семьяға аты кім еді ана? Передачада танысып. Передачада не ағып жүрген. Айдайда сіздің передачадаңыздар. Сіз бірге қатыстыңыз. Айдай, ол бөлек жақта айдалады. Бірге қатыстыңыз ба дейма? Айдай Ол ханым жүргізуші. бізден үлкен ғой ол. Сен вообще Айдай ханым Қазақстанда жүргізуші. тұрсың ба? Ол 37-ші автобуста айдайды ол. Сайна мен Восточка Рыскулова сосын қайдасын. Сондай. Кешіріңіздер, айып етпеңіздер. Просто Россияда оқыған. Мен Россияда 8 жыл тұрып. Калмыкия. Ноғай десе. Ноғай, короче. Ноғай мен. Россияда. Ішіп үлгергенсіз ба не? Ішіп үлгергенсіз ба? Не ішіп үлгерген? Енді білмеймін енді, ішсем ноғай болам деп едіңіз ғой. Жоқ, ішпесем де ноғай боламын. Ресейде тұрған сол үшін біздің бағдарламаларды көп жақтыра бермейді. Жоқ, просто Көрген білмейді. жоқпын просто. Көрмейді, көре алмайды. Просто естідім. Дом 2 көресіз ба сіз сонда? Домда көрген жоқпын мен. Көзі Стопудово қысып көре көргенсіз алмайды. ба? Жоқ, жоқ. Не көрген? Не көргенсіз? Жоқ, домда білемін мен. Дым Көргенсіз. көрмеген. КВН көретінмін мен. Comedy Battle көретін, открытый микрофон көретін. Рассмеши комика көретінмін. Қандай кино? 97-лерді көретін кезде. Мен 97-мін ғой. Мынау ауыр кетті енді. Жалпы, Өзіне қабылдап аламын. әзіл болсын деп А ол айтасың. не 97-лерді көретін деген? Сериал? Что? Әлібек қай жылға? Сериал? Жоқ, Алишка қай жылға? 95. 95-те көріп жүрсің деген сияқты ғой примерно. Примерно ғой. Центр көретінмін. Біздің әңгімеміз қай бағытқа бұрылып жатыр негізінде? Центр көретін. Әдем. Қызлар Динкада еще. Ондай әңгімелер көтерілмейді деп уәде еткен едіңіз ғой. Жоқ, валлахи. Еще и өтірікші болдыңыз. Мен көтерген жоқпын ғой. Мен емес айтқан десе. Өздерің Өзімен өзі көтеріліп жатыр да? Мен вообще ештеңе деп жатқан жоқпын. Мен де қатысқанмын передачаға. Бірақ Россияда. Қоймайма. Давай поженимся ға. Жоқ, открытый Үміткер болдың ба? микрофонға. Comedy Battleға. Сондай передача КВН-ға. Бұның ұзақ түседі Біздер есіне. коллегаларымыз да просто. Камила ханым, сіз де қандай передачаларға қатыстыңыз бәрін айтып екеуің жарысында. Комната страха қатыспады ма? Камила ханым 8-ші класста қыз сынына қатысқан.
Айтпақшы, Камила ханым, расымен де осы жақында өткен Миссис Қазақстан байқауына қатыстыңыз, иә? Сіз жеңімпаз атандыңыз. 10 королева болды. Вау. Соның бір коронасын ұтып алдық десек те болады. Енді ол жерде бәрі екінші орын деп айтады. Бірақ енді былай болды ғой. Бірінші орынды кім алды, просто айтасашы. Жоқ, бірінші енді қызыл корона болып есептеледі дегенмен, ол маңғыстаулық қыз Камила деген қыз алды. Өйткені Миссис Уорлд кәдімгі әлем ханымы келді, Чанита деген жаңағы Таиландтан. Сол кісі келіп коронасын тақты. Сол себепті ол басты корона болып есептеледі. Мысалға деймді, нешінші орын алдың деп сұрақ қойған, ол бір дұрыс емес. Өйткені мысалға бізде Миссис Классик деген бар. Ол үлкен жастағы әйелдердің. Категория бойынша бөлінеді, иә? Категория плюс 40 деп интернетте кіріп іздесек. Олар мысалға аламайды ғой Universe World дегенді. Яғни олар айта алмайды мен бірінші немесе екінші орын алдым деп. Сондықтан 10 королева бар. Соның жаңағы Миссис Universe, яғни Миссис Вселенная деген алдық. Мықты. Енді рахмет. Құтты болсын, иә. Шетелде сіздің кешіріңіз, айта беріңіз. Сенің осы сөзге араласатының ше? Сіздердің бағдарламаларыңызға айта беріңіз. Болды. Енді сіз шетелде қорғайсыз ғой, иә? Соны коронаңызды, жалпы мынау алған титулыңызды. Алла жазса, иә, Шри-Ланкада октябрь айының екінші жартысында бұйыртса сол жерде жарыс өтеді. Әлем ханымдары сол жаққа жиналады, сол универстар. Солармен жарысамыз бұйыртса. Дауыс беруге болады ғой, иә? Білмеймін ол жақта қалай болатынын әзірге. Дауыс бер жер. Қайраттың дауысын бер жер. Алдында осы Шри-Ланкада емес пе да, үлкен анаконда жылан келе тұрған видеода. Бәлкім енді. Камила ханым, Участниктер уже келіп жатыр екен анда. Камила ханым, менің сұрағымда, жалпы олар қандай критериймен бағалайды екен? Мысалға сіздер Миссис енді жаңағы бала санына қарай ма, күйеуің бойына қарай ма, подписчик, күйеуіңнің сауатына қарай ма, қалай болады? Күйеуінің сауатына қарамайды. Аллаға шүкір десек. Аллаға шүкір, әйтпесе коронасыз отыратын едім. Корона деген, корона берсеші, амен жазылған. Корона деген пиво берсеші. Просто пиво. Корона, как будто я пиво беріп жатырсам, күшті қылып айтады. Корона деп. Қандай критерий? Мына жақта енді біреулер жазады, сенің бойың ұзын емес. Әлбектің қасында жүргеннен кейін бәрі ойлайды ғой, мен метр 45 шығарым нағыз деп. Мен стандартпын ғой, негізі метр 65-пін. Бірақ сенің бойың ұзын емес. Сенің жаңағы не үшін алдың? Сен блогер болғандықтан алдың деп сөйтеді. Ол жерде біз мысалға бір күннің әңгімесі емес қой. 2 ай жүрдік, психологическая давка жасады, неше түрлі трансформациядан өткізді. Шыдайсың ба сен, қашып кетесің ба, біреумен сол жақта жүріп ұрсып қаласың ба? Подставалар болды ма? Подставалар болған жоқ, шынымды айтайын. Сосын жаңағы көрініп тұрады ғой, енді сен қыздармен уже 2 ай бойы сөйлесіп жүрген кезде кімнің қандай екені, яғни кейбір жерде біреу іштарлық көрсетіп тұрса, оны уже көріп тұрады журилар деген сияқты. Сенің ақылыңа да қарайды. Сен шетелге барған кезде ана жерде Қазақстанның жүзі болып қалай бара аласың ба, достойно өзіңді көрсете аласың ба деген дүниенің барлығына қарайды. Тіл жағынан енді ондай қатты қарады деп айта алмаймын, өйткені сол жердегі 35 әйелдің арасында ағылшынша сөйлейтін тек қана бір 4-5 ғана болдық. Арасында мен бармын, бірақ оған қатты назар аударған жоқ, яғни ол жерде де переводчикпен жүре беруге негізі болады екен. Бірақ өзің тіл білсең, өзіңе жақсы да, яғни сен ол жерде жүріп жюрилармен сөйлесе аласың, ол жердегі жаңағы басқа участницалармен тіл табысып сөйлесіп кетуіңе әрине ол ыңғайлы болады. Бұл жақта оған қатты қараған жоқ. Жалпы Қазақстанның атынан сіз барасыз? Бұйыртса, иә. Біз сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Жетіп келіңіздер. Жеңіп келіңіздер. Жетіп келіңіздер деп. Жеңіп келіңіздер, иә. Үлкен корона алып келіңіз Қазақстанға. Бұйыртса негізі, иә, Қазақстанға бұған дейін ешкім шетелден ондай үлкен бір атақ алып келмеген. Оған қалай дайындалып жатсыз? Болады бір мысалы Геннадий Головкин дайындалып жатады. Саны айқайлайсақ Қазақстан деген дайындап жатсыз. Жоқ, оны әлі айғайлап дайындалып жатқан жоқпын, бірақ ағылшынша отчаянный домохозяйки көріп жатырмын. Да? Сол чисто сол. Яғни менің университет бітіргеніме қанша жыл болды? 2013-те бітіргенмін.
2013-те бітерді. Қай жыл қазір? 13 жыл болып кетіпті, иә? қазір 2026 қазір 2026-та мен де білмеймін бірақ қашан 13 жыл 2026 қазір. енді қараңыз, 13 жыл бұрын мен C1 Advancedпен бітіргенмін, Oh my тамамдағанмын недемін, университетте, иә? C1 on once? Oh my god. Енді оны Good. қалай айтамын, орысша айтылмайды ғой ол Дұрыс, дейтін. дұрыс, иә. Сондай үлкен жоғары немен бітіргенмін енді жаңағы. Потолок. Сосын одан кейін жаңағы әуе компанияда жұмыс істеп жүрген кезде ол жақта ол мүлдем керек емес, яғни сен чай кофе дегенмен шектелесің ғой, енді қатты бір сөйлесе бермейсің. Содан кейін кішкене ол азайды. Одан кейін 6 жыл декрет бар. Сонымен қазір жаңағы жұмыста бастығымыз түрік, ағылшынша сөйлесеміз. Мен түсінем кішкене андай, уже словарный запас бәсеңдеп қалыпты. Сосын жақында тест тапсырсам, маған твердый преинтермедиат деді. Сосын ойбай, масқарамнан түзеу керек деп. Енді сол «Отчаянные домохозяйки» сериалын көріп жүрмін ағылшынша. Әзірге сол, бірақ бұйыртса жаңа үйге көшектеп жатырмыз, соны ремонтымен миымыз қайнап жүрді. Сол аяқталғаннан кейін басталайын деп жатыр, сол биге жазылам. Содан кейін жаңағы дефиленің сабақтары бар. Дефиле деген, между прочим, өте қиын нәрсе екен. Вот соған кәдімгідей соған жазылам. Содан кейін көйлектер дайындау керек, 10 күн бойы 10 түрлі образ болу керек. Ол жерде енді барып, мысалға қазір Азамат Арғынбаевқа барлығын тіктіріп тастайын десең, бір комнаталы квартираның ақшасы кетіп қалады, былай қарап тұрсаң. Сондықтан тек өзіңіздің өзіңді, яғни деген өзіңнің жігіт бар, киімдеріңді өзің дайындайсың ғой. Сол себепті, Әлбек деген спонсор бар. Сосын сол үшін енді оны былай ақылды әйел болғаннан кейін былай қарастыру керек қой. Қай жерде арзанырақ, қай жерден мысалы Қытайға барып алып келеміз ба деген сияқты сондай дүниелерді кірісу керек. Енді октябрьға дейін Алла бұйыртса 4,5 ай бар. Сонда дайындық енді басталайын деп жатыр. Жасап қойдыңыздар әдемілеп. Тісімді оған дейін жасап қойғанмын. Күшті әдемі. Мен бірдеңе айтайын ба? Комплимент сізге. Не ғой, сіз Қазақстанның атынан барасыз ғой. Мне кажется, ана жерде сұрақтар қояды ғой. Қандай кітап жақсы көресің? Қандай кино жақсы көресің? Сондайға мықты дайындалып бару керек сияқты деп ойлаймын мен. Именно сол жерге. Бәлкім қандай кітап жақсы көресің деген сұрақтар деген қойылмайды ол Қойылмай ма? Жоқ, ол Жеті жерде туралы сұрақ қойылады ғой. Руың қандай? руыңды білмесең ұят деп. Жоқ, мен көргенде ана қоятын сияқты ғой, ана бүйтіп ведущий келіп. Жоқ, сұрақтар олар кілең мынандаймен байланысты сұрақтар ғой. Сен әйел адамдар үшін сен қандай жақсылық жасай аласың? Женщина деген сияқты, иә, сонда әйел адам деген қорған, мен балаларды жақсы көрем, әлемді жақсы көрем, елімді жақсы көрем деген сияқты. Сондай, яғни сенің бір андай біліміңді тексермейді. Математика, физика. Математика тексеру керек қой. Қалай ол енді самый миссіз таңдағасын. Каждый надо. 2-3 бала туып тастаған әйелдерден қандай математика, атымызды ұмытып қалай деп жүрміз. Олимпиада бар ғой, ол үшін. Жоқ, мен келіп 6-да 5 деп бүйтіп ведущий жүргенде вообще, мне кажется, шоу больше просмотр жинайтын еді. Жоқ, ат айтып тұр, сұлулық байқауы, яғни ол интеллектуальный передачамыз, жоқ, сырты да сұлу болу керек, ішкі жан дүниесі соған лайық болу керек. Енді 6-да 5. Және көбінесе ішкі жан дүниенің сұлулығына олар көбірек назар аударады. Ішкі жан дүниенің Ішкі вот, сол күшті ғой. Енді сөйлеседі ғой. Жақсы сұрақ қойып жатыр Ермек. Ішкі жан дүниенің сұлулығын қалай көреді екен? Сен адаммен 10 күн бойы сөйлессең, уже примерно түсінесің ғой, яғни оның бұл өмірде қандай мақсаты бар. Бастысы дұрыс жағынан көрсе болды деген ғой енді. Жоқ, кейбір кезде мынандай болды, продюсер айтты, осы конкурс красоты дейді ғой, яғни сұлулық байқауында фаворитка болып тұрған қыз, осы қыз алады ау, енді болады ғой бәрібірде. Сол қыз жаңағыдай бір дұрыс емес қылықтарын көрсетіп қалған, сондай жағдайлар болады екен. Яғни сырты сұлу болғанмен іші өкінішке қарай болып тұр ғой енді. Сосын басқа қыз жеңіп кеткен екен. Сонда продюсер ішін көріп қойған ба? Жоқ. Әйел адам ол. Еркек адам емес. Мен қайдан білеймін, просто сұрап отырмын. Мысалға, қатты стараться ететін қыздар да болады ондай байқауларда, яғни өзін қатты жақсы жақтан көрсеткісі келіп. Ең жас кім болды? Ол болды? да көрініп тұрады. Ең жас кім болды сіздермен қатысып жатқан кезде? Жастарыңыздағы ең жасы кім болды? Ең жасы кім болған? Жоқ, примерно жасы мысалға 45 пен бөлінеді ғой. Жоқ, 45 пен 35 аралығында қатысты ғой, или 30 аралығында ма? Жоқ, 45 пен емес, 50-ден асқан кісілер болды. 35 пен 50 арасында, 35-тен де төмен болды. 30 плюс қателеспесем. Менмен жастарда болған шығар, 30 плюс. 27-28. Жоқ, сенмен жастар болмады. Болмады ма? 30 плюс. Шын айтам, қазір дезинформация болып кетеді. Білмеймін. 30 ең плюс жасы кім примерно, болған. 30-дың ар жақ бер жағы и 50-ден дальше солай ма? Әртүрлі.
Жалпы бұндай бізге сұлулық байқаулар керек па, қалай ойлайсыз? Сұлулар көп қой бізде. Керек қой. Сұлулық байқаулары әрине керек. Мысалға біз жиналдық, біз ол жерде жарысамыз деп бардық, ақыр аяғында жарысу жайында қалды. Бірлік жеңді ма? Бірлік жеңді деп те емес, әр әйел өз-өзімен күресті ғой. Нәпсімен күрестіңіздер. Нәпсімен емес, қандай нәпсі бар ол жерде? Ішкі состояниемен, наверное. Ішкі бір, сондай бір түрлі толқыныстар болды. Өзім біраз кәдімгідей трансформациядан өттім. Өзімнің қандай адам екенін жаңа қырымнан өзімді көрдім. Қандай адам екенсіз? Мен өзімді өте идеальный адам деп көретінмін, ойлайтынмын. Яғни мен енді өмірде әке-шешем бетін жерге қаратпағамда, яғни мектепте отличница болғам, одан кейін грантқа түскем, өмір ақша сұрамайтым, аман есен күйеуге тидім, балалы болдым деген сияқты. Вроде бы технично былай. енді былай дұрыс айтып мақтау. мынандай қателік істеді деген болмағанда, ол бар. Содан кейін өзім ойлайтынмын, мынандай мен сондай қарапайыммын, мен атым болса да, подписчиктарым болса да, мен сондай адамның барына қарап, жоқ, мен оказывается все равно эго бар екен, іште өскен екен, уже дәні кәдімгідей гүлдеп қалыпты ол эгоның. Мен ойлайтынмын, менде вообще ондай жоқ деп. Соның барлығын мен әбден сезіндім. Сосын эго Айжанда да бар. Бар, ә? Сенде де бар ғой ол? Да? Иә. Менікі білінбейді ғой, сенікі шығып тұрады. Эгом ба? Бетіңе. Біз Айболат екеуміз де жоқын демей отырамыз. Біз көрерменбіз ғой мына жерде. Біз сахнада отырамыз, көрермен болып. Жоқ, ол менің эгом төртеумізге жетеді. Уайымдамаңдар. А негізі ер адамдардың арасында сондай бар ма? Бар ғой. Мистер дейтін бар Бар ғой. ғой. 2014-те болды, Болат деген жігіт жеңді да. Болат Мұратбеков ба? Негізі оны тек Болат Мұратбеков менің коллегам ғой. Оны тек қана Болат қана біледі, что ол жеңгенін. Жалғыз өзі қатысқан ба? Жалғыз өзі қатысқан. Жоқ, мен просто естімеймін да, сондай болып жатыр ма? Ол шетелге барып қатысып келді ма бір жаққа? Иә. Тайландқа барды, қатысты, бұзылды, келді. Сіз досыңыз ба? Жоқ. Жауыңыз ба? Жоқ, вообще ондай ер адамның арасында бар ма? Ол менің тренерім ғой, анау Эйр Астанада жұмысқа кірген кезде бізді үйреткен. Привет, Камила. Деп сөйлей ма өз досы да? Всегда стамп. Сөйтіп, мен ол кісі туралы бүйтіп қалжыңдаса алмаймын, себебі ол ұстаз ретінде болды да біз үшін. Қойыңызшы олай. Прикинь, ұстаз сөйтін болса. Жоқ, ол өзі сондай ғой дауысы. Айтыңызшы, Камила ханым. Ол әдейі жасамайды оны. Ол өмірде сондай ғой. Өмірде сондай дауысы. Камила. Я Болат Мұратбеков, я мистер Вселенная. Человек оргазм ба? Я твой ұстаз. Шай брейк дейтін бізге. Ол негізі сөйтіп оргазммен туылған сияқты өзі. Сразу. У вас родился Болат. Сіздер барлықтарыңыз танисыздар да? Туылып атқан кезде врачтар қалды отқанда осторожно деген сияқты кәдімгідей. Өкінішке қарай танимыз. Танымаймын. Біз Қайрат екеуміз танымаймыз, сондықтан. Біз бірақ сен уже таныстың деп отқан сияқты дегенге кәдімгідей. Қайрат сөйтіп сөйлейтін болса ше. Қайратқа айтсаң, ұстаз ғой, кстати, может быть, жазып көреміз Болатқа. Курсына ма? Біраздан кейін Қайрат сөйтіп отырса бағдарламада деп ше, бірақ ана шаманский болып кетемін. Түріне келмей ма? Антивозбудитель. Болаттың жанында жүреді. Болат возбуждает, Қайрат сразу орнына түсіреді. Қайрат. Жөтеліп жатыр уже көрермендер. Баланс топ тұра ма? Баланс топ тұрады. 6-7 екеуі. Сондай ма? Біз самолетқа кіргізбейтін сияқты ертең. Ты да обидел Болата. Все, ары қарай тағы да бір трет соғайық. Не айтып жатыр едік, Тамамдайық. Жоқ, жаңағы сұлулық байқаулары жайлы айтып жатыр. Мына кісі сұлулығы. Болған бар сұлулық, иә? Болды, иә, жалпы тақырып жабылды дегенім ғой. Сұлулық. Сіз қатысқыңыз келе ме мысалға? Мен қатысқанмын. Қай неге? 2016 жылы мен қазақ аруы. Таеквондодан. Қазақ аруы? Иә, 2016 жылы 19 жасымда қатыстым. Финалға дейін бардым, бірақ өкінішке қарай орын ала алмадым. Енді білесіз ғой, енді Баян ханымның мектебі расымен де солдаттарды кәдімгідей дайындағандай дайындайды. Одан өтсең, осы медиа саласында белгілі бір өз орныңды ала аласың. Негізі кез келген қыз өту керек деп ойлаймын. Я ол ұрсады, я ол сен намысыңа тиетін сөздер айтады. Бірақ егер сен адамның алдында, халықтың алдында жүргің келсе, ондай дүниеде өту керек деп ойлаймын. Финал қиын болды ау дейме?
иә қимыл. Ол жерде оңай емес, жігіттер, сендер ойлайсыңдар ғой, там шықты, продефилировал, ушла деп, ойбай, бір қолмен отжимать жасады қаншама дейді ғой. көз жас, қаншама Штанга нерв көтере ма? кетеді, кәдімгідей не үшін келдім мына жаққа деген ойлар, қашып кеткім келеді. Мен екінші күні кетем дедім. Қашып кеткім келді ана жерден, өйткені өте андай давка, өте қиын болады. Психологиялық тұрғыдан, яғни ешкім келіп саған ойбай деп нетпейді енді, бірақ дегенмен ана жерден қашып кеткім келеді. Үйімде тыныштықана, екі балам қасында неге отырмай, не істеп жүрмін мына жерде деп. Соны оңай емес вообще. Ұйқыңыз қанбайды иә еще да. Иә, съемкаға соған жынып кетме вообще, ұйқың қанбайды. Енді бойдақ қыздарға қатысқан ол оңайырақ қой. Ал сенің отбасың бар, плюс жұмысың бар, плюс хоббиң бар, плюс рекламаңыз бар түсіретін, мысалы, оның бәрі уақыт, оның бәрі энергия, иә. Плюстарды айту үшін кәдімгі күшті маникюр жасап келген сияқтысың ше. Жоқ, алдыңғы жолғы маникюрін ғой істеп келдім. Сосын мысалға біз Миссис Казан қатысқан кезде ата-енемен тұратын жалғыз мен ғана болдым. Сосын ана қыздарға енді олар қай уақытта қайтса да оларға бәрібір болды да, мен деген қысылып келетінмін үйге. Күнде таңертең 9-да кетеміз. Сосын түнде 12-1-лерде бірақ келеміз шейге. Күні бойы жаңағы мероприятиялар өтетін. Келем да қысылып, әрең деген кезде жаман болдым сол кезде. Сосын күнде жаңағы айтамын енеме, енді 5 күн, енді 10 күн, енді 7 күн деп сөйтіп жаңағы сөйтіп өттік. Түсіністікпен қараған болар енді. Әрине, иә. Түнде келсеңіз образда отыра ма кухняда? Сәл свет жанып кетті. Жоқ, ондай емес сияқты. Жоқ, екі баламды әдемі қылып ұйықтатып, томпитіп тамақтарын беріп ұйықтатып қояды. Көрдіңіздер ма, енелермен тұрған жаман дейсіздер. Бірге тұрған қандай керемет, томпитіп тұр, баламды ұйықтатып қояды. Енелермен бірге тұратындар жасасын дейміз ба? Енді смотря қандай ене ғой. Мә, мынаудай әкетеді. Смотря қандай ене. Енді шын ғой, ененің де адам әртүрлі болады әрине. Бәрін бірдей жаңағыдай керемет деп айтпай ақ қояйық. Кәдімгі тиран енелер де бар. Как иныйсы айт? Шын ғой енді. Оны мысалы Тредстанда оқып жатырмыз, өмірде де естіп көріп жатырмыз. Кәдімгідей жастардың комнатасына кіріп орталарына жатып алатын енелер бар ғой, енді рас қой. Енелер түгілі қайнаталар сөйтіп жатып алады. Қандай раздел? Қойшы, қайната жатқан қатты кетті енді. Айтшы, қашан жатқан? Қайната жатқан уже преступление сияқты. Сондай бар екен жабайылық. Құдай өзі кешірсін, көрермендер кешірсін. Қай жерде? Мынау өсек айтқандай болмайды. Видеосы бар ма? Слив бар. Слив бар ма? Давайте Қайрат оқысын онда. Қазір Қайрат оқиды 1 минут. Интернет цифр ма? Соткасын паролі бейт, жеті ма? Түрімен танымай ма былай? Ашылмай ма? Неге жеті? Жоқ, өткенде сондай бір тред соқып едім ше, айтады да, әкеміздің телефонын біреу алып дейді да, 6 деген цифр адам өзгертті, қандай цифр екен таппай, бүкіл үй хайвай болып отырмыз дейді. Сол сияқты жеті ма деп отырмыз. Сөйтсе жеті болып шыққан ма? Қазір деймін де көп бизнесмендер өзінің ауылдық екенін мақтан етеді. Өте дұрыс, осыдан 15-20 жыл бұрын өзінше бәрі қалалық, алматылықпын деп қисық болса да орысша сөйлеп жүретін еді дейді. Бір танысым көпшілікке мен алматылықпын деп күйдірген есімде өзім ұялып кеттім. Ол кәдімгі Семей облысынан шыққан азамат еді дейді. Неге сол ауылдан келген адамдар бәрі алматылықпыз деп айтады да? Местныймыз, коренноймыз деп. Мен естімеппін өйтіп айтқанын. Бұл жерде алматылықтардан тек қана мен ғана, қалғандарың бәрі қалайсыңдар? Қашан қайтасыңдар деш? Қашан қайтасыңдар? Сіз Қызылордадан, сіз Қарағандыдан. Мен мысалға қалада өстім да өмір бақи. Бала кезімде 3 жасымда көшіп келдім да, Чапай деген райцентрдан Оралға. Бірақ мен Оралда жүргенде өмір бақи 3 жасымнан бастап есейгенге дейін қай жақтыкісін дегенде мен Чапайдікімін деп айтып жүрдім да, потому что в принципе Оралда мақтансаң да қатты ценителмейді, иә? Жоқ, считается Оралда тоже коренной дегенде бар. Уральский Европа так. Ояқта, иә. Европа біздің арқамызда УЕФА-дасыңдар. Сіз қалай ойлайсыз? Осылай өтірік алдап жазып. Бәрібір десе, иә. Модны ма сондай алматылықтар болған? Бірақ мне кажется, өзінің ауылыңда, өзінің қалаңда айтқан лучше сияқты емес пе? Мен білмеймін, ондайды естімеппін. Естіген жоқпын, шын айтамын. Әркім әйтеуір қай жақтан екенін шынай айтатын шығар. Сіз мақтан тұтасыз ба Қарағандыдан екеніңізді? Әрине. Қарағандының қай жерінесіз? Қарағандының өзінен, қаласынан. Қаласында туылдыңыз, өстіңіз? Иә, сол жақта. Юго-Восток деген жер бар. Головка поликлиника. Сіздер жақта көбінесе андай стереотип бар да, орыс болып кеткен деген сияқты бар ма сондай? Орыс тілінде көп сөйлейді немесе сондай бір... Қарағанды деген мынандай жер ғой.
яғни қатты орыстанып та кеткен емес, бірақ орыстар өте көп тұрады. Яғни мысалға бізден солтүстікке өтсек, Павлодар, мысалға, Астана жақтарға, ол жақта орыстанған қазақтар өте көп. Бізде олай емес, яғни салт дәстүрде сақталған, сосын екі тілде бірдей сөйлейді, қазақша да, орысша да. Сондай енді, сосын жаңағы менің ойымша диалектсіз кәдімгі кітаптың қазақ тілімен сөйлейтін сондай Қарағандыда. Орталықта шын айтам, мысалға тіл тазалығы орталықта сақталған дейсіз ғой. Меніңше солай сияқты. Өйткені батыста мысалға диалект өте қатты. Шымкентте, оңтүстікте өте қатты, иә. Шығыста да барлық жерде бар ғой, енді солтүстікте қазақша сөйлейтіндер аздау деген сияқты. Ал біз тура кітаптың тілімен, яғни шіли немесе деген сөздерді қоспаймыз да біз енді. Қандай? Оля деген бар ма? Иә, ондайды да ондай көп қоспайды. Жүршиш, баршиш, тұршиш, өйтіп те мысалға батыста біздер деп айтады ғой. Біз деген ол уже көпше тұр ғой, дерді зачем қосасыңдар да мысалға. Біз отырмыз, например. Сіздер біздер деп айтатын шығарсыздар. Біздер деп айтамыз, иә. Біздер айтамыз, біздер деп. Негізі сол мысалға. Солай сөйлейміз. Иә, ол мысалға дер деген артықтау сияқты, зачем деймін да, көбейтіп. Біз деген жетеді ғой негізі. Біздер. Ақша бар ғой батыста просто, сол үшін дерді ақшамен қоса салған. Қолында басқаша да олар. Мысалы, батыстағылар кішкене бұйырып сөйлейді, кішкене былай тұрасыз ба деген. Қойян әскума деймі еще. Жоқ, мысалға Атырау жақтағылар кішкене грубыйлау. Олардікі меніңше былай, біз түсінбейміз, бізге андай бір ұрсып тұрған сияқты. Грубый емес ол. А Орал жақтағылар басқаша ғой. Сіздердікі керісінше жұмсақ емес па, иә? Красивый, да? Сексуальный. Бізде андай бар, кішкене тілдеріңіз жұмсақ қой? Одолжениемен сөйлеймін. Айболат қайсыз, мысалы барайын деп едім ғой. Сондайсыздар ғой. Күйеулер бар сондай. Бәрі бірдей емес. Бір Оралдың ішінде әртүрлі сөйлейтіндер көп. Бізде мен енді жатақханада тұрғанмын 4 жыл бойы. Мына Абылайхан университетінде Алматыда оқыдық. Сол кезде енді батыстан көп болды кәдімгідей. Жатақхананы бірінші батыстың студенттеріне беретін. Алыстан келген себебі сондықтан олар тізімнің бірінші. Біз қарағандылықтар жылап жүріп деканаттан әрең алатынбыз, бізге мүлдем бермейтін. Сендер Қарағандыда карго бар, не істеп келесіңдер вообще Алматыға деп бізге бермейтін. Ал батыстағылар көп болды общагада. Сол жерде оралдық қыздар болды, көп болды кәдімгі. Сол оралдық қыздардың тілдері жұмсақ болатын. Ал мен атыраулық қыздармен тұрдым. Олар андай сондай кішкене былай бұзықтау ма? Бұзық емес. Бірақ тілдері грубылау болатын кішкене. Жестче. Өздері мынандай қыздар болды, жұмсақ, мейірімді сондай, бірақ сөйлеген кезде кәдімгі дейді, сондай. Сосын мына регионға байланысты адамдардың цветі де өзгеретін сияқты. Мысалы, оралдықтарды қарашы, қалай әдемі болып тұр. Европа болып. Иә, Европа болып тұр, иә, светлый кішкене Европа. Мынау сен Оралдан емес сияқтысың негізі. Оралданмын. Мына жақ мында Қарағандыда мысалы кішкене қаралау болып тұр. Сіз Қызылордадан мысалы жел жеп қойған болып тұр кішкене. Мен Алматының әсем табиғаты болып тұрмын. Тұман басып тұр ғой, бірақ бүгін қаланы. Смок болып тұрсыңыз, Смок болып тұрсың. бетің прок болып тұр кішке. Сәл бәл ма? Қарағандыда негізі қара адамдар ондай көп емес. Да? Сіз ғана ма? Мен просто Шымкентпен қатысым болғаннан кейін қаралып шығармын, бәлкім білмеймін. Негізі сондай ма? Иә, негізі класста өзі екі-ақ қара бала болатынбыз, біз қалған бір әппақ болатын. Бәрі светлый болды ма? Иә. Қарағыз деп көп айтатын сол үшін. Девочка из города Караганда деген сізге арналған өлең дейді, сол рас па деп. Өкінішке орай жоқ, бірақ Соны күйеуіңіз технично заказ берген дейді. бәлкім. Так, жақсы. Бізде трец бітті. Иә. Бағдарламаның аяғына жақындап қалдық. Енді біздің қонағымызға беретін біздің трецстанның атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Ол біздің демеушіміз Махаббат Глоу, қолдан құйылған шамдар, сұлу топтамасынан ішін ашып қарасаңыз болады. Рекламаны өлтіреміз ғой біз. Махаббат Глоу. Алдағаны жағасыздар, әлбек екеулеріңіз бір шай ішесіздер, ар жағын енді көресіңдер өздері. О, әдемі екен, өте әдемі. Жаңа үй салыватсыздар ғой сіздер, ше? Есі де әдемі. Пока үйге свет тартпаған шығарсыңдар, осын жағып қойып отырайық. Тартпадық, бірақ иә, қазақи нақышта екен айтпақшы, иә, өте әдемі. Әдемі. Біздің жаңағы отандық өнімді, сосын қазақи нақыштағы бұйымдардың барлығын қолдауға мен үнемі замын. Шри-Ланкаға осымен шық шешпейдім. Күшті болады. Басыма қойып шығайын. Сізге көп рахмет. Свечаларға әзілдеуге рұқсат бермеді. Шақырып, осылай біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға. Жалпы жақсы бір
керемет шығарылым болды деп ойлаймын иә жігіттер. Жалпы өзіңізге ұнады ма тредста? өкініп тұрған жоқсыз ба әйтеуір, нормально ма? жоқ, күшті әңгіме болды, Босап маған өте қалдыңыз ба? қатты ұнады. Иә, жаңа асығып тұрмын деген едім ғой. Тағы да 2 сағат отырамыз десек те отыра беретіндей кәдімгідей әдемі әңгіме болды. Сіздерге көп рахмет. Сізге рахмет келгеніңізге. Әйтеуір сіздерге әйтеуір комфортно болды ма? Жақсы болды. Бізге күшті болды. Сіздерге ұнады ма? Сәл кішкене Тамаша. сіздің күйеуіңізге не комфортно болған сияқты, бірақ қалғанның бәрі не комфортно болды мына жерге. Қазір сен жанын шығаратын сияқты сыртқа Жақсы, шығарып. сіздермен бірге болған Камила, құрмет қошеметтеріңіз Қазақстанның атын шетелде қорғайды. Көп рахметімізді Сол айтамыз. шетелде естиге Miss World дей ма сондай? Universe менікі. Universe па? Universe. Universe Камила Қазақстан деп айтсын, сол кезде арттан қайрат шығып десін, вообще күшті болады. Рахмет сізге көп. Рахмет Да, сіздерге. біз сосын бағдарламаның соңында ән айтатынымыз бар. Қандай ән айтасыз сіз? Кез келген. Кез келген ба? Жұлдызды түнде. Шаттанамын. Екеуміз Рахмет. бердім айтып тұрмыз ғой екеуміз. Камила, рахмет сізге. Көп рахмет, Күшті болды, Зайнап. күшті болды. Рахмет. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Бұл тредстан